Самир. Месячные. Эти дни емес. Өзінің аты бар, ұялмай айту керек соны. Бүгін Сабыр сақта, чил бауыр. Бүгін 18 желтоқсан. Менде месячныйдың екінші күні. Обычно менде месячныйдың сол алғашқы 3 күні максимум өте ауыр өтеді. Вот как раз екінші күнін доживаю. Вот. Солай. Менде месячный бір аптаға созылады, если что делаю. 4-ші күні демалам, одан кейін тағы 3 күн болады. Шынымен де солай. Менде шынымен де солай. 3 күн өте обильно болады да. 3 күн өте обильно и ауыр. Сосын 4-ші күні менде болмай қалады. А потом қайттан 3 күн болады, бірақ ол кезде уже обильно емес, андай. Ол аз-аздан. дұрыс емес сияқты ортасында. Жоқ, қалып. Нормальный цикл менде. Жоқ, тексерілдім ба ортасында? Менде тоқтамайды ортасында, андай типа не жоқ. Тексерілгенде тексерілдім, маған айтты, нормально деп, бірақ менде өте қатты ауыр болатыны дұрыс емес, негізінде соны тереңірек тексерту керек. Глубже надо копать. Мамандармен кеңесуге бардыңыз ба или? Гинеколог тексерді, сосын УЗИға бардым, сол. Олардың айтуынша бәрі нормально, просто сондай месячные у меня. Менде де қатты ауырады месячный кезінде. Бірінші, екінші күн мен тұра алмай, это дұрыс емес деп айтады тоже. Дұрыс емес дейді, обезболивающий ішіп, сосын барып адам боламын. И тоже 7 күн бойы болады. Завидую людям, у которых 3 дня, 4 дня. 7 күн тоже самое. 3-4 дня. Это вкусно. Может, бала туғасын бізде де солай болады шығар, я? Это до родов тоже было. Дело не в ребенке. Просто обычно говорят же, родишь... Не все болезни ребенок решает. Родишь, прыщи пройдут, родишь, месячные легче будут, родишь, типа кожа почистится. Аида сравнивает. Нас посол, Нет, до у меня никаких особо таких проблем не было. Жоқ, менде до родов онда ештеңе болған жоқ, босанғанға дейін. Босанған, өзгеріс особо қатты болған жоқ. Бірақ единственный... Сабыр сақта, чил бауыр. Бастапқы кезінде болды проблемалар, түсініксіз, айта алмағанмын деп өзімізді отбасымызда енді жаймен тақырыпқа кіре берейік. Ол тақырыптың барысында бізде жынысына ұялу бар ғой. Шыны керек физиологиялық процестерге ұялу болады біздің қоғамда. И ол неге нормально ретінде қабылданады. То есть қыздарға, если сенде етек кіріп жататын болса, сенде уже ұят. Одан кейін білмеймін, сенде тағы бір өзгерістер болып жатады физиологиялық. Көкірегің шығып бастайды, соның өзі ұят болып есептеледі. Одан кейін тағы қандай мен оған ұялмадым, шықпай қалды еткенді. Әлі ұялатын стадионы жүрмеш. Қашан бастайсыңдар деп. Сол секілді өте көп нелер бар. Кейде мен қыздарды білемін, магазинге барып, егер ер азамат тұратын болса, жай ғана гигиеналық зат қой. Прокладка ол гигиеналық зат болып есептеледі. Сен аптекаға барсан да, магазинге барсан да кейде болады. Кейде сен даже супермаркеттарда тұрған кезде сол отделда тұрып ашып қарай алмайсың заттарын, не таңдай алмайсың. Оның өзі проблема. И біз оған проблема ретінде қай уақытта қараймыз, оған шыны керек жасөспірімдік кезең болады ғой. Енді жеткіншектік шақ пен жасөспірімдік шақта келе жатқан кезде біздің просто қыз екенімізге ұялтады. Бізге просто ешкім сөйлеспейтін сияқты. Бәрі ұят нәрсе деп жауаптаймыз да, одан кейін. Сенде ондай зат болады деп, мысалға мен есімде, мен 5-6 сынып арасында мамамның сіңлісі сөйлесті, тетям. Айтты, сенде осындай кез болады скоро, это нормально, ұялма, қорықпа. А то, оказывается, кейбір подругалармен сөйлескен кезде, олар қорқады, айтуға қорыққан, өйткені ойлаған, типа, я не так что-то сделала, что у меня оттуда пошла кровь, типа, ойлағанда, я айта алмаған, типа, бірінші күндері. Сосын мен сөйлесті. Бірінші рет, кажется, менде 7-ші сыныпта болды. Мен таңертең тұрдым, и рекламадағыдай этим утром я бір нәрсе нашла деп. Сосын әжеммен тұратын. Өмір бұл деп жүреміз. Әжеме барып айттым, и мне дали прокладки, все, что нужно. То есть нормальный зат ретінде сразу қарадым. А қыздар бар, которые думали, что я не так играла, там, я не так что-то сделала, бір нәрсе содан кейін қаным болды деп. Бір оқиға мен
әпкем көріп отырса кешірім сұраймын бірден, бірақ атын айтып жатқан жоқпын ғой. Сол кісінің бір айтқаны бар. Мен білмедім деді, мен өзім енді есеп келе жатқан кезде, оказывается, әжетханаға барады, әжетханаға барғаннан кейін көрді ішкемінде қан. Ол не істерін білмеге үйге жүгіріп келген, өзі орыс тілді, мама, я умираю деген ғой. Сонымен не болды деп сөйтіп сұраған. И сол кезден де бастап, шыны керек, мен жолым болды деп айтамыз, мен алдында 2-3 тәтем болған болатын, әпкелері болды. И олар осы жайлы әңгіме айтатын, осы жайлы бір сөйлесіп жататын, бір-бірлеріне сатып алып беріп жататын. И мен сол процесті көрдім, и көргеннен кейін менде более-менее түсінік болды. Бірақ уже 7-ші сыныптан асқан кезде мен уже түсіндім, что қатарластарымда барлығында уже келіп жатыр ол нәрсені ашық айта бастадық. Біз қалада өстік. И соған қарамастан да менде андай не болды, қорқыныш болды. И барьер болды. То есть қалай мен мұны мамама айтамын? Вот қалай, да? И если былай қарап тұратын болсаңыз, бұлар бізді диалогқа шақыру керек. И бірақ сол ситуацияда бұлай орын алды, мен ол кісіні диалогқа шақыру керек болдым, чтобы ол кісіге айтатындай именде тыйым болады. Мен барып магазиннен сатып алдым. Конечно, бір моменттармен ұят, и өзіңді ыңғайсыз сезінесің, ана жерде жүргеніңнің өзі ыңғайсыз, да. И осы жерде эффект прожектора деген бар ғой, вот что-то замечаешь, что-то не то, бір нәрсе дұрыс емес секілді болады, и сен тұрасың да, как будто это все видят, что у тебя там магазин платишь, даже у тебя там есть, да, прокладки, грубо говоря. И сен ойлап отырасың, көрініп тұрған жоқ па, байқалып тұрған жоқ па, а вдруг деген сияқты. И бірақ мен анам тарапынан мен қастырып артымнан қараш деген ештеңе өтіп кетпеді. И мен қыздарға айтқым келеді, сен қалай қабылдайсың, соған байланысты болады. Даже мазақтап жатқан кезде, егер сен адам, жігіт, ер бала көбінесе қыздар мазақтамайды ғой, бір-бірін ер бала қарап сен ақмақсың ба, бұл биологиялық процесс дейтін болсаң, ол өзін ақмақ сезінеді. Сосын бізде мектепте 7-ші сыныптан бастап қыздарды бөлек вокзалға жинап алып, мектепте түсіндіретін, қалай қолдану керек, кісілер келіп, кәдімгі мамандар келіп, не үшін келеді, соны түсіндіретін да, алдар сығалап жүретін, олдар бөлек кіргізбейді ғой. Мне кажется, ұлдармен бірақ бірге нужно. Иә, ұлдар соны көреді да, сығалап жүріп, өздерінше мазақтауға тырысатын кішірек кезде, бірақ өскен кезде, білмеймін, мен сынымда болсын, мектепте болсын, ол туралы өздерінше издеваться етіп, мазақтайтын, оған күлетін ұлдар болмаған сияқты, бәрі саналы болды, құдайға шүкір. Олар ондайға күлмейтін. Бірақ менің историямда андай болды. Енді келе бастағанда тоже ұялатымын сатып алуға, сосын мам, скоро болады, сатып алып қойш деген сияқты, мамаға алшы деп, или мама алмай қалып, өзім бар десе, сөйтіп ұялып, солай бола бастады басында. Сөйтіп біраз уақыт ұялып жүрдім да, одан кейін мен уже өзім ұрсатын болдым. Не үшін ұяласың? Сен таңдап алған нәрсе емес, сен оны қалап істеп алған жоқсың, ол бәрінде бар, естественный процесс деп, сол кезде өзімді өзім қамшылап дейді ғой, әрқашан. Қазір вообще пофиг, реально мен бар ғой, анау немді ашық қалдырып кете берем, жанымда жүрген адамдарға, у меня месячные, хочу в туалет деп, ондай нәрселерді уже мен андай сразу солай болған жоқпын, просто кішкене сол ұялғаным үшін өзіме жыным ұстайтын да, не үшін ұялып жатсың деген сияқты, сен ештеңе істеген жоқсың ғой деп өзіме айтып, и уже сөйтіп өзімді қамшылап, қазір андай сол ұялудан маған пофиг деген неге дейін ауысып кеттім қазір, иә. Сондықтан қыздар магазиннің есігін теуіп маған накладка, 6 капледе. Сабыр сақта, чил бауыр. Қорқу деген, неловкость деген нормально, но қорқу это, мне кажется, вообще ужасный нәрсе сияқты. Оған вообще қоғамда біреулерде қорқыныш пайда болатыны, иә, өйткені сол нәрсе как раз таки одан сайын табуировать етіп жатыр да бұл темаларды, и одан сайын бұл темаларды жауып тастап жатыр, и адамдарда уже ашық сөйлесуге одан сайын не болып жатыр, кедергілер көбейіп жатыр. Сондықтан да адамдардың қорыққаны, білмеймін, ол қорқыныш қайдан пайда болады, түсінбеймін соны. Біз негізі мына нәрсені түсіне білу керекпіз да, саналы көзқарас қалыптастырмайды. Яғни біз оны жабуға тырысады, айтуға тырысады, отбасының өзінде де барлығы біледі, бірақ ешкім айтпайды. Барлығы біледі,
бірақ андай не деп айтса болады, бір саналы көзқараспен ну да болып жатыр не керегін бәрі біледі бірақ тым істемейді. Закрыли, значит, не существует. Иә, мен көрмедім, мен естіген жоқпын, мен білмеймін деген нәрсе болды деген секілді. Бірақ бала, негізі қыз баласында осы не басталған кезде, жыныстық жетілу деп айтамыз ғой, жыныстық жетілу басталған кезде тек қана қыздарға айтып оны, тек қана қыздарға деген болмау керек, потому что ұлдар да түсіну керек, яғни мазақтамау керек, ол қарама-қарсы жыныс өкілі екендігі, оған сыйластықпен қарау керек, оның барлығы биологиялық процесс екен деген секілді. Ол мазақтайтын дүние емес, ол общий болып жататын процесс ретінде көзқарас қалыптастыру керек па. Бірақ мен ойлағаным кезінде мүмкін бізде енді 21-ші Z поколение деп айтамыз ғой, 21-ші ғасырға біз өзіміз енді аяқ бастық, бұқаралық ақпарат құралдары әр жақтан келіп жатқаннан кейін біз сол поколение, между поколениями, то есть сондай дүние болды да, когда ата-аналар бұл тақырыпқа өздері ашық емес, но массовая информация, мысалы өмір бұл подиум сол кезде болатын. И мне так кажется, что сол барлығы әсер етті бір-біріне, мазаққа, басқа деген сияқты. Бірақ сол кешіңіз сөз бөлгенме, бірақ рекламалардың өзі тіпті сол рекламасын жасаса да, прокладка, анау-мынаудың рекламасын жасаса да, олар көрсетеді ғой, сол кезде қызылы емес көк цветті пайдаланады ғой, соның өзі табудың кесірінен ғой, олар қызыл цветті реально қанның түсін қолдануға қорқады да, өздерінше көк сұйықты құйып тексертіп деген сияқты, иә, солай көрсетеді. Бірақ та оның өзі сол табудың әсерінен сияқты, сондықтан да тіпті өйткені қызыл қылса, қан қылса, адамдардың воспринимать етпейді деген сияқты. Сол үшін оның өзін де өзгерту керек сияқты уже, иә, адамдар қабылдай білу керек сияқты. Сол қызыл нәрсе, қан деген сияқты. Я сұрақ туындайды осыдан, күйеулеріне, жігіттеріне айтасыздар ма, типа, маған прокладка алып кел магазиннен, или папаларын мамаға алып келген бе? Иә, папаға... Ойлайсыздар, үйде 4 қызсыңдар. Бізде 4 қыз, мама и папа. Сөйтіп көп-көптен аламыз, и продуктыға жазып жүреміз, папа уже біледі, қайсысын алу керек, қалай алу керек, уже үйреніп алған мамамен жүргенде. Папаға бәрі нормально. Сондықтан да мүмкін, білмеймін, мүмкін папамның сондай отношениясынан ба, менде кішкене босырақ, өзімде босырақ қараймын өзім соған, отношениям босырақ болған, солай сияқты, өйткені уже папамның сондай отношениясын көргесін, мен же достарыма да айтуға, типа бар келші деп, или достарымды жіберуге, прокладка алып келуге, немесе басқа жігіттерді жіберуге, ондай қысылу деген болмапты. Типа ұлдар енді кейбіреулері қысылып бас тартуы мүмкін, немесе істегісі келмеуі мүмкін, бірақ өзімде кездескен жоқ ондай. Бір-екі жағдай ғана бізде болды. Біз мысалы үйленгенімізге қанша жыл болды? 1,5 жылдай болып қалды, бастапқы қарым-қатынастардың кезінде біз енді просто неге дәстүрге байланысты бізде үнемі магазинге бару, и сол жақта гигиеналық заттардың барлығын түгендеу, ол бізде нормальный процесс болып келеді. Поэтому бірге барып алған кездеріміз болды. Вот уже неден кейін, бала болғаннан кейін уже бірге барғасын, бірақ сол кезде бір особо бір барьерлар болған жоқ. Қандай, ол кезде енді обязательно видеозвонок берші, қандай бар, қайсын алу керек, мен білмеймін деген сияқты. И бірақ сол отдел именно мысалы Магнум болатын болса, Магнум бізге Магнум болатын болса, и бір отдел ғой полностью, и біз сол жерге отбасымызбен кіріп, сол жерден барып, алып, қарап деген секілді оған ұялмаймыз. И ол нормально деген сияқты. И біз сол жерде тұра береміз. Басында даже туалетте ұзағынан по-большому отыра алмайсың ғой, жігітіңнің жанында ұялғаннан. А потом уже осырып жүресің. Если какой-то зефиром, если пукают, то духами. Мен ұялатын магазиннен прокладка алуға ұялатын андай болады ғой, когда черный пакет, маска на лице, сөйтіп, а потом қазір уже нормально, типа, өйткені осознание келді, что это естественная вещь. Что это не твоя вина, что это не твой выбор, я? Я просто барлық, қыз әйелде қалай, типа, у всех женщин это есть, и это нормально, и кішкентай кезінен болады, типа, мен сестренкама солай үйреткім келеді, ұялмау керек, қысылмау керек, даже ұлдар мазақтап жатса да, біз барлық ұлдарды воспитывать ете алмаймыз, сол келесі мен айтқым келген сұрақ, но что это нормально мазақтаса да, не обращай внимания, ол нормальный зат. Сол ұлдар, чтоб нормально мазақтамады, өздерін тоже ұялмады, қорықпады, мысалдағыдай, не істеу керек, то есть актовый залға бәрін кіргізіп қойып бірге айту керек па?
скорее всего иә және де сол бағанағы айтып жатырмын ғой обществода просто сондай қыздардың өзі соны ұялуды қоятын болса сол нәрседен ұлдарда да мне кажется отношение өзгереді өйткені біз қыздар өздері месячные деп айта алмай Қызылордадан қонақ там эти дни критические дни деп айтып жүргенде қыздардың өздері ол нәрсені өздері ұят санап жүргенде каждый раз қорыққанда ол үшін комплексовать еткенде там месячный кезінде ақ киім кие алмай жүрсе қыздардың өздері ұялып жүрсе прокладка алуға онда ұлдарда қандай отношение болады иә шынымен де ұят нәрсе деген сияқты егер де біз қыздар өздеріміз оны мне кажется нормально принимать это үйренсек онда ұлдардың да соответственно отношениесі өзгереді ол во-первых во-вторых сол мектептерде бізге түсіндіргенде қыздарға отдельно емес шынымен де ұлдарға бірге түсіндірген болатын болса иә мұғалімдер одан бөлек үйде мысалы ұлдар тек қана үйде ұлдар болып емес қарындасы әпкесі болса иә сондай балалардың ішінде қыз ұл аралас болса сол кезде ұлдарға түсіну легче болады сияқты иә шынымен де қыз қарындасы бар әпкесі бар соны көріп деген Сабыр сақта, чил бауыр. Месячный кезіндегі ауыратын туралы айтайықшы. Кейбір адамдар айтады, обезболивающий ішуге болмайды деп. Типа, надо перетерпеть, өйткені обезболивающий зиян, ол тоже дәрі, либо нужно идти к гинекологу, либо вообще не үшін у нас появляются эти боли во время месячных. Почему кого-то сильнее приведет, типа, нормально? Во-первых, это же бәрі әртүрлі индивидуально болғасын, организмнан зависит етеді, кім қалай переносить етеді. И еще ол адамдардың денсаулығына да байланысты. Мысалы, өйткені менде енді басталғанда алғашқы бірнеше жылда менде мүлдем незаметно өтіп кететін еді да. Вообще сезбей қалатын едім, келе жатыр ма, келмей жатыр ма, ешқандай дискомфорт жоқ, ешқандай ауру жоқ. Одан кейін, видимо, менде бір нәрсе дұрыс кетпеді, что менде уже боли басталды, тексерілгенде у меня воспаление деп айтты, легкое воспаление, а негізі егер де денсаулықта бәрі жақсы болса, ол өте үлкен дискомфорт алып келмеу керек. Өте үлкен дискомфорт болмау керек. Бірақ та мен өзім лично обезболивающий ішпей жүре алмаймын, шыдай алмаймын. Бірақ та обезболивающий ішкенде де оны таңдау керек та. Кетарол, кетанав дегендерді ішуге болмайды. Өйткені олар өте қатты почканы сажать ететін дәрілерге жатады. Олардың орнына ножпа более щадящий болып есептелінеді, сондықтан ножпа ішуге болады. Мои болезни. Бірақ ол кешірім сұраймын, ол мен личный опытында жасайтын нәрсем. То есть мен дәрігер болмағандықтан мен бәрін ножпа ішіңдер деп мен ешкімге айта алмаймын, конечно. Маған ножпа әсер етпейді. Бірақ мен өзім ножпа ішемін және кетанав пен кетаролды ішпеуге тырысамын. Я грешу этим, мен кетанав ішемін, өйткені ножпа маған меніңше, боль ослабевает, бірақ полностью андай. Бізде қатты ауырғаны дұрыс емес, негізінде тексерілу керек. Ертең барайық. Мен тексерілдім, сол легкое воспаление деп айтты. Осыған байланысты бізде 7-ші немесе 8-ші сыныпта актовый залда прямо жиналыс болған болатын. И мен үшін басында терпей. Біздің қазақтар не жақсы көрген сөз ғой, шыда. Бізге де келіп жатыр ғой, жалғыз сен емессің деген секілді сөздер болатын. И осыған байланысты бір гинекологтың айтқаны болды, это ненормально, вы не должны терпеть. То есть ол маман кісі айтып жатыр да, ол ненормально деген сияқты. И біздікілер керісінше қыз ауырсынып тұратын болса, неге ауырсынып жатсын, дәрігерге барақ, емделейік, аяғыңды ыстық суға сал, жат, демал, может ол стресстан болуы мүмкін деген секілді нәрсе емес же. Енді не только қыздарға қатысты, келіндерге, әйелдерге қатысты сондай бір забота, бір қамқорлықпен қарағанда бізде қалай кінәлап шыға келеді ғой сразу. Сен ауырып шыға келеді екенсің, сен былай жасайсың. Ол денсаулық, и сіздер түсіну керек, ол жатыр болғаннан кейін жатыр ол бір адамды дүниеге алып келетін ағза ғой. Енді оның жаңада сау болғандығы, оның дұрыс болғандығы, дұрыс қызмет атқарғандығы ол кез келген адамға, әйел адамға керек. Сондықтан да оны ауырған кезде, мен, например, өзім ножпа ішедім. И бір менде қате пікір болатын. Оны мен кімнен естігенім есімде жоқ, бірақ егер сен сондай көп ауру дәрі іше беретін болсаң, вдруг сен балалы болмай қаласың деген секілді. Либо сен бала көтере алмай қаласың, либо тағы сондай бірдеңе дегендер болады ғой. Не біз түсіну керекпіз. Кез келген пікір, мысалы дәрігерлерден сұрайтын болсаңыздар, олардың өздері сізге бір однозначно пікір айтпайды. Бір нақты айтпайды да, сен ішпеу керексің, сен ішу керексің, сен емделмеу керексің, сен де басқа болу керексің, сен шыдау керексің, басқа қылу керексің. Ол дәрігердің сапасына да байланысты секілді. Кейбір дәрігерлер болады, ештеңе етпейді деп қоя салады. Енді ол жерде уже
кәсібилігіне қарағанда мүмкін менталитет көбірек ойын ойнайтын сияқты ол жерде. Шыдашы, басқа қылшы деген секілді. Жалғыз сен ба месячныймен жүрген? Иә, солай қарайды. Не үшін келіп жатсың? Мысалы, мынандай моменте де болды, мен ауырсың барған кезде емханаға, сен жыныстық қарым-қатынаспен өмір сүресің ба деп айтып едім. Жоқ деді. А не үшін келдің онда сен? Это ужасно, когда гинекологтар қарамайды, сен жыныстық қатынасқа түспеген болсаң, типа после придешь деген вообще ужасно. Жас қыздарды қарамайды, типа до секса деп айтайық, до секса ондай бола береді, после қараймыз, после тексереміз деген. Шыда. А вообще андай нәрселер бар, естідіңіздер ма, естімедіңіздер ма? Қазіргі таңда вообще есть инновации, которые андай соларды қабылдау арқылы месячныйды жылына 12 рет емес 3-4-ке дейін қысқартуға болады. Аяғы, то есть бала көтермей, бірақ қысқарту, одан кейін мүлде айырылу деген сияқты, бірақ денсаулыққа зиянсыз, және де бала көтерілу мүмкіндігінен айырылмай. Сол нәрселерге көзқарастарыңыз қорқасыздар ма? Бір нәрсеге қарсы шығатын заттың бәрінен қорқамын. Типа лазерная эпиляция 12 процедурадан кейін вообще там типа волос не будет деген қорқамын. В смысле, ол шығу керек қой. Жоқ, енді фолликулы өлтіріп тастаса, және сен ешқандай денсаулығыңа зиян келмесе. Фолликулы должны быть, деп ойлаймын. Они же по природе тебе даны. Сол сияқты месячный тоже. Мен өзім басым ол нәрсеге байланысты қатты андай не осведомлена, бірақ та егер де ол шынымен де сол бала көтеру мүмкіндігін сақталатын болса, және де егер де ешқандай денсаулыққа побочный эффекттер болмайтын болса, мен қуана келісетін едім негізінде. Қалай просто месячныйдың өзі деген неоплодотворенный яйцеклеткалардың шығуы ғой. И типа просто мен медик емеспін, конечно, не научный человек, не науки, бірақ 3-4 рет жылына сондай клеткалардың шығуы. Ну вообще ол неден бөлек, сол неоплодотворенный яйцеклеткалардың шығуынан бөлек, ол одан бөлек шлактарды да шығарады ғой, қанмен бірге денсаулық организмдегі артық заттарды шығарады ғой. Сондықтан да негізінде денсаулық өте пайдалы процесс, негізінде адам қыздың денсаулығына. Сондықтан да негізі жақсы, бірақ бір жағынан андай кішкене ауырып кеткенде лучше болмай қойса ғой деп ойланып қаласың. Енді рационализировать етіп көрейікші, қараңыздар. Егер ол қараңыздар былай не талқылап көретін болса, егер ол айына 1 рет келетін процесс болатын болса, ол организмнің өзінің жаңару процесі деп айтады ғой, жаңару және тазару процесі болатын болса, и біз оны неге бір мағына беріп, мән беріп, ол жерге ұятты қосып, одан кейін дискриминацияны қосып, одан кейін тағы не қосады, біздікілер қосылуы мүмкін барлық нәрселерді қосады ғой, солай жасаймыз. Неге біз оны бір денсаулықтың немесе адам дамуының бір процесі ретінде ғана көре алмаймыз, немесе бір күнделікті болатын тірлік. Шаш өсу деген сияқты. Біз енді тырнағымызды, тырнақ өскен үшін сен ұялмайсың да, шашыңды периодически тазартып Закреплять етейік да, жаңағы қыздар көрінген қалай келген дәріні ішпеңіздер. Нужно знать сіздің организміңізді. Егер ауырсаңыз, дискомфортный месячный болса и так далее, то обязательно дәрігерге бару керек, тексерілу керек. Нешеде болсаңыз да, енді келсе де месячный. Мен құрбыларым айтқан, мамаларына кезінде менде цикл там типа дұрыс емес, менде өте ауырады деп мамалар айтқан кезде, даже мамалары біз де содан өткенбіз, сосын ертең өскен кезде бала туғанда жөнделіп кетеді деп айтады. Сондықтан барлығы сіздің ағзаңызға байланысты, өз ағзаңызды дәрігердің тексерілуінде болсын, ата-анаңызбен ұялмаңыз ол жайлы сөйлесуге, сұраңыз, біліңіз, және өз ағзаңызды, өзіңіз денсаулығыңызды өзіңіздің қолыңызда ұстаңыз. И мамалар міндетті түрде қыздарыңызбен алдын ала сөйлесіңіздер, түсіндіру керек, қалай қолдану керек, не істеу керек, не қолдану керек деген сияқты. Негізі бізде отбасындағылардың білесіздер ме, мынандай бар да, ұрпақтардың қақтығысы деген көп айтылады, конфликт между поколениями деп. Біздің алдымыздағы поколение, мысалы біздің аналарымыз, қазіргі кезінде ол кісілер қай жылғы болуы мүмкін, 70-ші жылғы болуы мүмкін, 60 немесе одан жоғары болуы мүмкін. Осы ұрпақтар қандай заманда өмір сүрген, ол кісілердің кезінде соғыстан кейінгі дүниеге келген кісілер, соғыстың кезіндегі соғысты көрген, соғыстың кезінде дүниеге келген
келген азаматтардың балалары, иә, былай келетін болсақ, и ол кісілерден шыдау керек, төзу керек деген көзқарастар өте қатты дамығанда, и олар артық нәрсені проблема етпеуге тырысқан. То есть ол жерде ең бірінші қалай біз главное соғыс емес қой деген не бар, иә, өмір сүреміз, біз не тамақ жейміз, да, и оларда қазір біздің қолымызда телефонның болуы, немесе біз просто үйде нан бар, да, май бар, магазинде бәрі жайнап тұрса, соның өзіне шүкір деген секілді сол нәрсеге келгенбіз, да, и біздің ата-аналарымыз, мысалы мен қыздарға да айтқым келеді, сіздің анаңыз білмей ма, это нормально. То есть анам ақиқат айтып жатыр деген нәрсені ойламаңыздар. То есть маманнан, мысалы анаңыз егер дұрыс айтпай жатса, немесе білмей жатса, немесе шыда десе, сіз қорықпаңыз, мектепте мейірбикелер бар, дәрігерлер бар, сіз соларға барыңыз, сіз солармен сөйлесіңіз, аналарыңызды да ашық диалогқа шақырыңыздар. Мысалы бізде қыздар айтады, ой, мамам рұқсат бермейді, ой, мамам сөйтіп айтты ғой, мамам бүйтіп айтты ғой деген секілді. Сондықтан да сіз түсіну керексіз, әр нәрсенің өзінің маманы бар. Сіздің мамаңыз просто білмеуі мүмкін, и сіз маманға жүгінген, онда тұрған ештеңе жоқ. Біздікілер бір қылмыс жасап қойған секілді қабылдайды, немесе ата-анасына бір қарсы шығып измена жасап жатқандай қабылдап кететін моменттер болады. Сондықтан да сіздің ағзаңыз мүмкін сіздің анаңыздың шынымен де просто оған қолы тимейді. Немесе сіздің анаңыз шынымен де ол тақырып туралы білмейді, бірақ енді ол анаңыз немесе қате пікірде болуы мүмкін. Мүмкін сіз оған көзін ашасыз деген секілді. Ол кісіге де солай келіп жатуы мүмкін де. Потому что мысалы менде бір период болған, бірінші курсымда, оқуға енді түскен кезімде, видимо, климат өзгерді. Содан болды ма деп ойлаймын. Маған прям 60 күн келген жоқ. 60 күн, получается, ол 2 айдың көлемі, иә? Мен оны қайдан білдім, сол кезде мен өзім әпкем неде жұмыс істейтін, емханада жұмыс жасайтын, и ол календариктер болады, ол есептеп жүретін, сонда календарик берген. И мен соған қызық көріп толтыратын. Оны білмеймін, отслеживать ету бірдеңке емес, а просто ана сырты розовый, әдемі қыздар қалай жақсы көреді, солай болатын. И мен сол бойынша толтыратын. И прям 60 күн, мен помню, 60 күн болды, и мен сол кезде даже бір сигнал да болмағанда менде, мен ойлаймын, енді шүкір то, что мен оны без последствий өтіп кеттім. А вдруг кейбір қыздар бар. Сіз сол кезде даже қорықпадыңыз да? Мен даже ойланбадым, мен даже қорықпадым. И менде анда болдым, о, рахат, да. Свобода. Да, свобода там. Сондай нәрсе болатын. И ойланыңыз, сондай, мысалы, мен секілді қате пікірде жүрген қыздар бар шығар. Ол на самом деле сабыр сақта, чил бауыр. Рахат емес. Кішкентай кезде емес, осы жылы ораза кезінде менде 41 күн келген жоқ, месячный, 41 күн болмады. Мен оразаны қарсыз, спокойно, мәз болып өте шықты. Мен даже барған жоқпын докторға, я даже не понимаю, почему такая өтірік. Может, гормоны, может, за то, что я не ем, бір нәрсе дедім да қойдым. Негізі, сама диагноз жасап, соны өз бірдеңе шеше салған өте қате. То есть именно осы тақырыпқа келгенде біз бір нәрсені білу керекпіз, да, организмда ауру пайда болса, ол сигнал. Дәрігерге бару керек. Одан кейін не бұл келмей жатыр ма, ол сигнал. То есть келмей жатыр деп гинекологқа бару, мен жынысты қарым-қатынаспен өмір сүрген ғой, келмей жатса, значит беременность. То есть бізде сондай задержка болса, бітті беременность деп ойлайды. Шошиды содан. Просто. Жоқ, даже кейде аналарының өзі келмей жататын болса, тыныш жүрсін ба, аманға бәрі. Жоқ, и что мен тыныш жүрген жоқпын да. Аман болмаса не болады, жасанды үйден шығарып жібересіңдер ма деген сияқты нәрсе ғой. Мне неудобно об этом говорить. И тұрады да, а ты не будешь спрашивать, а давай ты не будешь спрашивать. И ол, между прочим, ол не болмайды, қалай айтса болады. Ашық диалог түрінде болмайды. Мысалы, егер мен анасы болатын болса, қызым, мен ол тақырып туралы сөйлесе алмаймын. Давай сен осы туралы мейірбикелермен сөйлесіп көресің, немесе әпкелермен сөйлесіп көресің. Енді ана болатын болсаң, сен бәрі оған хотя бы бағыт беру керек, бағыт беру керексің. Біздікілердікі қалай болады? Мен ол жайлы сөйлесе алмаймын. Не болып қалды? Қош! Біздің аналардың позициясы без непроблемный ребенок болса болды деген сияқты бар ғой. Артық сұрақ қоймасаң керек. Проблемасы жоқ, ешқай жер ауырмайтын, еш нәрсемен интересовать етпейтін. Просто сабағына барып келіп жүретін да. Да, там типа алдына қойған тамақты жесе, беске оқиды, тамақты жейді, вот все. Одан кейін диплом алса, сосын тұрмысқа шығып кетсе. Болды. Шынымен де негізінде вот сондай ата-ана сол қызын просто алып өсіріп бер жүруді миссия көретін ата-аналарды түсінбеймін, мүлдем түсінбеймін. Неліктен ол қызды сен шынымен де сіз айтқандай бағанағын түсіндіре алмасаң, бағытын беріп, қиын бір нәрсе болып қалса, шынымен де тыныш жүрмей бірдеңе бүлдіріп
қойды бүлдіріп бүлдіру емес қой негізінде, бірақ соның өзінде де дұрыс түсіністікпен қарап соны қабылдай білу керек деп ойлаймын. Оны шығарып жүрмей қазір балалар соны қорыққаннан, мысалы етеккірден де қорқады, баласын туалетте тастап кетеді, баласын алғызып тастайды, подпольный жерге барады, денсаулығын бұзады деген сияқты. То есть мүлдем өте үлкен сондай именно фундаментальный қателіктерден өте үлкен қоғамдық проблемалардың барлығы сол отбасыдан басталып жатыр да негізінде. Жыныстық сауаттылық тақырыбы ғой. Жыныстық адам сауатты болу керек. Мысалы, қыз баласына етеккір келеді, етеккір келген кезде түсінетін болса, мысалы, сіз ер азамат тәрбиелесеңіз де, именно оның көзқарасы да түзу болу керек қыз баласына деген. И ол бізде қалай қызға аузыңды жап, барып қыдырып кел. То есть, причем екеуі бір возрастта болуы мүмкін. Жарайды, қыдырсаң барып қыдырып келе ғой, барсаң барып келе ғой. Сен дискотека, вечеринка, біздің кезімізде дискотека бар енді. Школьный дискотеки. Солай болатын болса, бұның барлығы жыныстық сауаттылық болу керек. То есть, бұл біз қазір неге менструальный цикл ретінде қысқартып алып отырмыз ғой, бірақ базовый фундаментальный деген ол өте дұрыс айтылды, потому что бұл жыныстық сауатты болу керек. И бізде жынысқа қатысты кез келген сұрақ ол жабық сұрақ. Жынысқа қатысты кез келген сұрақ жабық. Мысалы, мен даже кейде таңғаламын ата-аналарға. Енді осының жанынан бір айтып кетейін. Қызда егер етеккір келген айта алмайтын қыз болатын болса, оған біреудің домогаться еткен ол однозначно айтпайды. Если сіз ол туралы сөйлеспейтін болсаңыз, а вдруг ее кто-то хочет изнасиловать или болып жатыр осы процесс. Кто знает? То есть сіз егер элементарно табиғи процесс туралы сөйлесе алмасаңыз, басқа шеттен келетін әңгімелер туралы сіз абсолютно айта алмайсыз. То есть сіздің анаңыздың алдындағы ол ең алғашқы сіздің миссияңыз сол. Сол етеккірін өзінің кінәсі мен бір нәрсе бүлдіріп қойдым деп ойлап жүрген қыз, ана біреу келіп изнасиловать етсе, ол не ойлайды? Мен кінәлімін деп ойлайды ғой, Үлкен кісілер айтады екен. Не в плане половое созревание, когда сен деп жатсың, сен айтпақшы формалар пайда болады басқа, прямо андай қазақша пабликтарда условно жазады, етеккір келген кезде мужчина это чувствует, и поэтому надо закрыто одеваться, не надо осы 14-15 шоқшаңдамау керек деген установкалар береді қызға. Енді ол қандай нюансы ғой, қарама-қарсы жыныс өкілін бізде қалай? Қарама-қарсы жыныс өкілінің кез келген қате әрекеті бізден көреді, бізден. То есть бұқа тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген секілді. Сіздер түсіну керексіздер ғой. Бұқаның просто жібі жұмысіне шығады. Жібі әлсіз болған ғой просто. Жібі деген ол жігіттің тәрбиесі десең. Тупые стереотипы. Өте дұрыс айтылды. Осы ауру туралы, обезболивающий басқа туралы біз бір эфирларға профессиональный гинекологты шақырып тоже осындай сұрақтарды қойып көрейік. Кішкене қыздардың тәрбиесі туралы тақырыпқа ауытқып кетсекпіз. Сабыр сақта, чил бауыр. Не қолданамыз? Жаңа күнтізбе туралы белгіледім деп айтып жатырсыз ғой. Соған байланысты қандай гаджеттарда, программалармен пользуетесь, самые хорошие для использования, отметки, басқа қандай программа? App Store'да білмеймін, бірақ Play Market'та календарлар бар, арнайы календарлар, соны белгілеп отырасың, начало, конец, ол жерде уже циклдың барлық нелерін көрсетіп тұрады. Цикл типа сейчас месячный, сейчас фаза овуляции, сейчас фаза предовуляции, сейчас фаза ПМС деген сияқты бәрін көрсетіп тұрады, өте ыңғайлы. Бірақ та тіпті ол гаджеттарсыз-ақ жай ғана календарға белгілеп жүруге болады. Просто, то есть ол өте андай замудрять етудің қажеті жоқ, просто календарға белгілеп қой, біліп жүру керексің, просто сенде қашан болды, қашан болған жоқ. Өйткені шынымен де кейбір қыздар болады, которые даже не обращают внимания, келмей қалғанын байқамай қалады, сол айда, немесе ауытқу қате болып қалғанын байқамайды, немесе келетін уақыттары қысқарып кеткен, немесе ұзарып кеткенін байқамай қалады. Сондықтан да оны белгілеп жүру міндетті, бірақ жай ғана календарға белгілеуге болады, немесе арнайы Бізде просто қосымша қолдануға болады. Кім өзінің сол именно не деп айтамыз ғой, жатырына қатысты кез келген мәселе болсын, жатырына немесе белден төмен мәселелеріне мән береді, сол половой жизньмен өмір сүреді деген секілді. А что ты отмечаешь? Не үшін ол саған керек? Кейбір үлкен кісілер болады ғой, анда белгілеп жатса, а не үшін ол саған керек? Мен білмеймін, көшеде кетіп бара жатыр. Ұл болама, қыз болама санап жүрін деп па. Қай күні бала жасасам бала туға өте жаман шын.
Даже ұят обращать внимание туда, Иә, как на иә. тебя подозрение падает. Ужасно. И ол бізде қалай, бізде бір бағытта ғана ойлаймыз ғой. Иә. Кім отслеживать ету керек? Ну, например, сенің балаң бар ғой, сен уже отслеживать етсең болады, да, екіншісіне дайындап. Это разрешается, потому что сенде адам бар, да, официально все деген сияқты. Қызға да отслеживать ету керек. А вдруг у нее что-то и вправду идет не так. Ол деген сигнал ғой. И бізде қыздардың өзінде де, мысалы, сіз егер соған мән бергіңіз келетін болса, сіз мән беріңіз. Егер кіріп территорияңызға деп, мен үнемі осы нәрсені айтқан жақсы көремін. Территорияңызға біреу келіп айтып жатса, енді қараңыз айтыңыз. Ол сауаттылық қой деген сияқты. Мысалы, көшеде кетіп барады, упс, кімге керек ол нәрсе? Или сабақта отырып жатса, иә, қыздар кез келген адамдардың дұрыс емес түсініктерін мен шынымен ойлаймын, санаңның жеткен жері сол болса жүре бер деген сияқты. Бірақ өмір сүр деймін. Дальше өмір сүре бер, иә. Ал мен өзім оған внимание обращать еткім келмейді деген сияқты. И всегда сол санаңның жеткен жері сол болса деп адамдарға как будто бір лағнет айтқан сияқты, как будто сөйтіп Менің санам жеткен деп. сенің санаңның жеткен жері сол болса, онда өмір сүре бер деп дальше. И өзім сол көңіл аудармауға тырысып айтып кетейік сразу. Какой цикл норм? Көптеген гинекологтар, например, оқысаң 28-35 күн аралығы считается нормально. Если колеблется, например, осы айда 29 күні, келесі айда 31 күні, это нормально. Бит тревогу типа тексерілу керек, это когда 35 күннен там 40-қа қарай кетіп бара жатады. То есть сол үшін де тексеру керек, егер 28 мен 35 күн арасы болса, то нормально, все в порядке, ағзаңызбен бәрі жақсы. Егер ары қарай ауытқып жатса, то уже кішкене тексеріліп қарау керек. И осы циклға байланысты тағы бір айтып кететін нәрсе, адамдар ПМС пен месячныйды путают. То есть не то, что путают, олар оны бір нәрсе деп ойлайды. Бірақ та негізінде месячный мен ПМС целый бір циклдың екі бөлек фазасы. Месячный ол сенде келіп жатқан қан қашан келді сол кезде, и как раз таки сол сенде бірінші күн қашан қан келсе, сол күннен сенің циклың басталады. Ал ПМС месячный келердің алдында болатын, әркімде әртүрлі созылады. Менде примерно тоже бір 4-5 күн, бір апта созылады. Сол месячныйдың алдында болатын фаза, сол ПМС деп аталады. А керісін, бірақ көбісі ПМС-ті месячныймен бір нәрсе деп санайды. Мен обожаю стереотипы насчет ПМС. Прям бомбите эти типа, стереотипы. Жука, ты чего такая злая? У тебя ПМС? Сондай вообще ужасно. Осторожно, злая собака. Менде ПМС кезінде болатын бір ғана зат, мен қатты тәтті жегім келеді. Шоколад. Просто, мне кажется, типа гормоны снижаются, и просто хочется сладкого. Болды, андай типа. Менде де сондай, бірақ иногда ойлаймын, мен өзім сладкая ешка сияқтымын, сен просто себя обманываешь деп ойлаймын. ПМС-пен просто жамылып өзіңді оправдываешь деген. Насчет стереотипов вокруг ПМС. ПМС кезінде, месячный кезінде негізінде мен келсем, шынымен де сенің восприятиең өзгереді. Өйткені дискомфортта жүресің, саған вечно надо думать, чтобы не протекло, вечно надо думать, когда бы поменять прокладку деген сияқты. Вечно что-то течет из тебя, и тебе это дискомфортно, да? То есть ол шынымен де сондай нәрселердің бәрін ойлап жүргенде, шынымен де сенің настроениең өзгеру мүмкін екендігі, немесе болып жатқан жағдайларға восприятиең өзгеру мүмкін екендігі, мен ол нәрсемен келсем, менің шынымен де настроениеме әсер етеді, өйткені вечно ауырсынып жүргендіктен басқаларды да қабылдау қиындай түседі. Бірақ та соған қарамастан сен әлі күнге дейін адекватно ойлайсың ғой. То есть мен мысалы бір нәрсе менің настроениемді құртса, ол шынымен де мен настроениемді құртатын нәрсе, просто мен оны кішкене басқаша өзім көңілмен қаттырақ алуым мүмкін деген сияқты, да. Бірақ та солай екен деп, ПМС екен деп, сенің бүкіл эмоцияларыңды соған жаба салып, андай воспринимать етпейтін адамдар болады ғой. Ой, қойшы, ПМС, типа, покричит, успокоится, или позлится, успокоится, деп жынданып аласың, қоя салады деген сияқты. То есть несерьезно қабылдайды, несерьезно қабылдайды, как будто сен ПМС кезінде неадекватный, бір нерациональный адам болып кететін сияқтысың, да. Сол басқалардың көзінде соны соған вообще жыным ұстайды. Голова у меня работает нормально. Да, то есть сенде, окей, бәрі жыныңа тиіп тұруы мүмкін, но ты все еще можешь адекватно оценить, что хорошо, что плохо, сен настроениеңе не жақсы әсер етеді, не жаман әсер етеді. Әлі күнге дейін сен басың, бүкіл нәрсең функционировать етіп тұр сен. Как раз таки ПМС пен месячный, это как раз таки доказательство, что ты функционируешь как человек. Значит, у тебя все работает.
И поэтому сондай кезде серьезно қабылдамау, неадекватный адам санау, это, мне кажется, сверх неуважение. Ер адамдарда да болады скачки гормонов, и просто біздің условно патриархальное общество айтады, ну, не разрешает еркектерге типа настроениені өзгеруін, поплакать там или захотеть что-то такое деген сияқты. Так что гормональный изменения и у всех. Нет, это да, у еркектерде эти кездесет, но видишь, это не так циклично и периодично, как у женщин, поэтому, возможно, это даже не замечается особо, да, если даже такое есть. Может, замечается, они просто ер адамдар өздеріне рұқсат бермейді ондай мүмкін да, бізде осындай бар ғой, иә. Ол осы келе жатқан бағанан бері Айдананың айтып жатқан стереотиптер, мы сами верим, что это все из-за ПМС, мы сами верим, гормоны шалят деп жүре береміз. Это уже қыздар өздері де түсіну керек. Етек кір деген сөз осы эфир басталмай тұрып сендерге айттым ғой. Ненавижу это слово. Етегі кір. Если перевод делать, это типа грязный подол, я дұрыс? Грязный подол, грязная юбка. Это не грязь, это естественный процесс, типа, это нормально. Сабыр сақта, чил бауыр. Менің соған байланысты әртүрлі обществоларда не бар? Нечисть деп қабылдау бар да? Мысалы, үндістерде тіпті месячный келіп жатса, әйелдерге бір үйге жақындауға болмайды, олар бөлек комнатада отырады, бөлек комнатада тамақ ішеді, кухняға кіруге болмайды, өйткені таза емес. Оларда неге храмға кіруге болмайды, өйткені лас дейді. И олар мектепке баруды да қояды, өйткені мектептерде арнайы туалеттер общий бөлек деген сияқты, жоқ деген сияқты. И сол туралы оқыдым да, и мен ойландым, мен басында таң қалдым, ужас қой деген сияқты таң қалдым да, одан кейін ойландым, бізде ондан разница жоқ. Бізде мұсылмандарда да солай айтады. Сен етек кірін келсе, сен таза емессің, оразаңды тоқтат. Сен месячныйың келсе, сен таза емессің, сен мешітке кіре алмайсың. Сен месячныйың келсе, сен Құран оқытуға қатыса алмайсың, сен бөлек кету керексің. То есть тіпті мен басында анаған таң қалып отырмын да, а потом түсіндім, что оказывается біздің культурада да сол, именно ислам культурасында да сондай таза емес, ол харам, ол кір деген нәрсе шынымен бізде де бар екен. И как раз таки сол нәрселердің бар болғандығы ол бұрыннан келе жатқан, түптен келе жатқан уже адамдардың санасында қалыптасқан нәрсе ғой. Сондықтан да қазіргі таңда бағанағы проблемалар табу деген сияқты, ол дұрыс емес деген сияқты, ұлдардың мазақтау, ұлдардың түсінбеуі деген, соның бәрі соған қатысты шығар. Өйткені біз все-таки ислам ғана кінәлі емес, конечно, просто діни көзқарастағы адамдардың барлығында соны көзқарас бар. Ол кір деген. Бізде сауат жетіспейді. Вот шыны керек, ренжімеш, сауат жетіспейді. Неге? Именно осы сәттерде неге мешітке кіруге болмайды? Оның басына кез келген нәрсенің негізі болады, басталған нәрселерден. Неге именно Құранды ұстауға саған болмайды деген секілді. Я мен түсінемін, ол ондай соншалықты таза дүние болғаннан кейін, соншалықты енді мысалы бәрібір мұсылман халықпыз ғой бәріміз де, оған қарсы шығу немесе осыны кінәлау деген секілді нәрсе болып жатқан жоқ. А именно бізде қалай бір жақты көзқарастар, опять-таки соған қайтып келеміз, бір жақты көзқарастар, и неге ол солай деген секілді әйел адамдардың арасында сауат жетіспейді бізде. То есть қыз баласы болғаннан кейін ол кір лас деген мағынасында емес шығар, просто сен вераң, то есть андай бір өте пәк жақсы көргеннен кейін, бар махаббатыңмен жақсы көргеннен кейін, сол сәтте лучше саған жаңағыда таза болуға, соған акцент қой деген мағына. Мен оны түсінемін. Мысалы, исламда өте үлкен тазалыққа мән беріледі ғой. Мысалы, 5 уақыт намазында міндетті түрде сен дәретіңді аласың, сен барлық жеріңді жуасың. Любой жерінен кетсе бұзылады. То есть это етек кірге ғана байланысты емес. Жоқ, оны білем. Бірақ просто мен айтып жатырмын, оның интерпретациясы дұрыс емес қой. Ол кезде әйелді харам деп есептейді. Сол кезде әйел затын харам деп есептейді сондай жағдайда. И то есть нечисть сияқты қарайды да, бір как будто. И сол интерпретация менің ойымша мүлдем қате сияқты. Сондықтан да адамдарда қате пікір де содан қалыптасады. Мен андай исламға қарсы шығып, ойбай, ол нанысы дұрыс емес деп жатқан жоқпын. Келсем, ислам өте тазалыққа өте қатты, иә. Діни заттарды, діни постулаттарды орындау үшін сенде қазір жағдай дәл таза дегенді қолданбасаң, типа діни заттарды орындауға әлі уақыт емес, бірақ сен таза, типа нечист емессің, харам емессің,
таза адамсың. жаңа жұлдыздың айтқаны өте қатты ұнады. Жоқ, шынымен ғой, егер мұрныңнан да қанақ келсе де, либо сен даже ауырып тұратын болсаң да, білмеймін, құлақ ірің деп айтады ғой, іріңнің өзі негізі бұзады. То есть бұл жерде тіпті андай қарайды ғой, кешіріңіз сөз бөлгеніме андай сұрақ туындайды ғой. Обычно ораза ұстап жүргенде просто көп естимін, өзім ұстап көрмеппін ешқашан. Андай сұрақтарды естігемін, типа осырып қойсам дәретім бұзылды ма деген сияқты. То есть соның шынымен де ол сондай дін ғой негізі, тазалыққа қатты көңіл бөлген, бірақ та просто интерпретация менің ойымша өте қате сияқты. Оны харам, таза емес, нечист деп именно әйел адамға алып келіп деген сияқты. Мысалы ер адамдардың да жыныс мүшесінен ағатын дүниесінің осы ол да бұзады негізі дәретті деп айтады. Енді бірақ біз бүйтіп қарамаймыз ғой, что-то не можешь контролировать, да деген секілді. Харамсың деген секілді әңгіме. Иә, оларды харам демейді ешкім. Мысалы, сосын тағы андай бір нәрсе бар екен культурада, тіпті етеккір, месячный етеккір деген не деген ужасное слово. Месячный келе жатқан қызға, қыз отырып кеткен тіпті үстелге барып, басқа адам отырмайды, там ұстаған затын ұстамайды деген сияқты, сондай до того оны кір, жаман, зло деп санайды екен, да, соны ойладым да. Етеккір деген сөзге байланысты айтайыншы. Дудь зашел в чат. Конкурс. Етеккір деген сөзге альтернативный сөз комментарийға жазып кетіңдер, соны қолданамыз. Месячный айлық деп бар. Айлық зарплатаның Приз прокладки. Коробка. Дневные, ночные. Еще спонсора держать. Место вашей рекламы. Вот это все. Здесь могла бы быть ваша реклама. Всегда и везде. Подписываемся на канал. Которого еще нет. Тазалыққа байланысты айтайыншы. Қыздар даже таза жүріңдер деші. етектерін таза ұстаңдар. Нет, если даже у вас не обильные месячные, өте андай жай ғана жағылатын месячный болса да, прокладки нужно менять каждые 4 часа. 3-4 часа. Инфекция жиналады, бактерия жиналады. Сізде ішінде сол андай влажный средада ары қарай неше түрлі аурулар дамымас үшін 3-4 сағат сайын даже просто мазать етіп жатса да ауыстыру керек. И осыған байланысты сразу айтайын, прокладка қолданасыңдар ма, тампон қолданасыңдар ма, не қолданамыз, қайсысын қолданамыз? Прокладкадан бөлек тампон қолданғанда өте мұқият болу керек. Тоже өйткені тампоннан адамдарда именно инфекционный шок болуы мүмкін. Мысалы адамдар бір жерін қатты кесіп алса, пышақ кірсе, ножевое ранение болса, столбняк болады ғой инфекцияда. Сол сияқты тампоннан да сондай шоковый болу мүмкіншіліктері бар. Сондықтан да оны міндетті түрде ауыстырып отыру керек. Міндетті түрде ол кезде гигиенаға қатты назар аудару керек. Мен өзім тампон қолданбаймын. Маған өзіме неудобно. Мен қазірше әзірше прокладка қолданамын. Обычный магазинный прокладкаларды, бірақ та мен болашақта емес, енді тезірек өзімді міндетті түрде экологический прокладкаларға ауысқым келіп жатыр. Ол біріншіден денсаулығым үшін, екіншіден жалпы экология үшін де, экономияға да жақсы. Сондықтан да менструальный чашаға мен тоже кішкене өзіме неудобный сияқты көрінеді да. Сондықтан да многоразовый прокладка и трусы, вот специальные трусы для месячных қолданғым келеді болашақта, бірақ әзірше прокладки. Ал одан бөлек андай тақырыпқа қатысты болмаса да айтып кетейін, прокладкалардың денсаулыққа зияны бар, өйткені ол ауа жібермейді, как раз таки инфекцияның пайда болуына өте жақсы қолайлы орта болып табылады. Сол сияқты ежедневный сол да дәл сондай әсер етеді. Және де сендер, мысалы біз месячный кезінде бір айдың 30 күнде ежедневка салып жүретін қыздар болады. Мен өзім сондай болғам. Мен прокладка салғанға дейін ежедневкадан бастадым. Жоқ, ауыстырдым. Я не проверяла, Айдана. Мен ауыстырдым. Вот соның тоже оқи келе, денсаулыққа зиянын көре келе, мен қазір ежедневныйлардан мүлде бас тарттым. Просто жай ғана хлопковые трусы обычные. Которые меняешь. Просто меняешь. Больше прорекламированные прокладки.
потому что бізге әлі басқа мәдениеті шыны керек, әлі келген жоқ ол мәдениет. И мен мысалы Нагимушадан көрдім, оказывается, менструальный чаша дегенді, басқа дегенді. И иногда мен ойланамын, оказывается, мен соншалықты өзімнің денсаулығыма, гигиенаға қатысты мәселелерде не деп айтады, сауатты емес деп айтады, бір жеткілікті деңгейде сауатты емеспін. И соны көргеннен кейін ғана барып уже ойлана бастадым, оказывается, есть это, оказывается деген сияқты. И мен сонда вопрос болды да, бір сұрақ туындады. Кім айту керек еді сонда осыны барды, осы туралы маған деген секілді. Если былай қарайтын болсақ, мен анам явно айта алмас еді, потому что ол прокладканың өзі недавно салыстырмалы аналарымыз білмейді ғой оны, тряпка болды, басқа болды деген секілді. И то есть просто осы кезде қыз балалар енді барлығымызда телефон бар, барлығымызда ғаламтор бар, и осыған қатысты ақпараттар. Анда бізде айтып отырмыз ғой, озабоченный болсаң, как будто бір саған бір түрлі қарайды, ол озабоченный болатындай сұрақ, ол действительно сен кәдімгідей басында ауыртатындай сұрақ. Өйткені ол сен, мен мысалы өзім балалы болғаннан кейін мен білем ол нәрселердің қаншалықты маңызды екендігін, потому что сенің көтергеннен кейінгі процесс бар, көтергенге дейінгі сен қанша тексеруден өтесің, оказывается, оның денсаулық деген өте маңызды, не тем более қыз баланың денсаулығы. И содан кейін барып уже ойлап жатырмын, оказывается, осы барлығын бізге біз просто жаңағындай айтып жатқан секілді ғой, дамудың деңгейінде керек. Сондықтан да менде больше сол стандартный методпен кетіп бара жатырмыз, келесі жолдарда шынымен де уже ойланып жатырмын, қарап. Аида, енді оны біз айтамыз. Біз айтамыз, айырмашылығын бәрі көрсетіп. Негізі менде мысалы оны білгенде менде мамамнан естіген жоқпын ғой менструальный чаша туралы. Мен оны экоблогерлардан естідім, және басқа блогерлардан естідім. Нагимушаны қарамайды екенмін, бірақ басқа блогерлардан көрдім. То есть оны шынымен де бізге мамаларымыз айта алмайды, өйткені мамаларымыз оның бар екенін де білмейді ғой. Оны кішкене уже біз денсаулығымыз егер де бізге керек болса, уже өзіміз іздену керек сияқтымыз. Ол нәрсені анандай стереотипті естігенсіңдер ма? Я стереотип деп айтып жатырмын, маған стереотип болып көрінеді, бірақ қаншалықты рас өтірікке білмеймін. Аналар, әжелер қыздарына тампон қолдануға, жыныстық өмірмен өмір сүрмесе, тампон қолдануға запрет қояды. Размері бар ғой? Плаванияға, анда-мында барғанда да, наоборот, бармай қойдыра салады, нетеді, чтобы типа условно девственная плева тампонмен жыртылып кетеді деп. Это тоже индивидуально, размеры бар, бірақ вообще девственная плеваның вокруг девственной плевы озабоченность, это вообще ужасно. Басқа тақырыпқа көшеміз, но типа ол тоже стереотип деп ойлаймын. Сабыр сақта, чил бауыр. Осы етеккір, каждый раз, когда повторяю, дергаю, етеккір деген айналасында бір тақырып қалған сияқты, біз айтпаған спорт и купание вокруг во время месячных. Спортпен айналысуға бола ма, керек па? Во-первых, купание туралы айтып кетейік, самый такой жаймай. Кому нужен кровавый океан? Жоқ, негізінде секс кезінде деп жатырмын. Месячный кезінде жуына беруге болады. Просто единственное, не рекомендуют қатты ыстық суды. А баня? Баняны, если честно, білмейді екенмін. Бірақ та ол кезде сен қатты ыстық болмау керек деп естідім. А так, егер де өзіне удобно болса, бассейнге де бара бер, тампонды салып ал да, ваннаңа да түсе бер, өзіне нормально болса түсе беруге болады. Ол месячныйың біткенше күтудің қажеті жоқ жолына. Бассейн, көл, обязательно тампоны. Меніңше, осы егер видеоны көріп жатқанда ер азаматтарда андай болатын сияқты, кіші дәрет сындырған секілді елестететін секілді, олар ше егер и бассейнге баратын болса, қалай барады сосын примерно сол. Жоқ, короче, қараңыздар, мынандай нәрсе болады деп салып қоясың, шықпайды деп, пробка десе, который впитывает себя, набухает, типа, и нормально. Жоқ, шынымен де олар солай елестетеді ғой, и қыздардың өзі солай елестетеді. То есть, а как это? А вдруг ол именно сол тампонға, типа, да жақтан су кіріп кетеді, мен білмеймін, у кого какие фантазии деген секілді ғой. Сондай секілді моменттер болады, бірақ ол уже қыз баланың өзінің гигиеналық мәселесі болатын сияқты, бірақ ол неде ондай мәселелер туындамау керек секілді, потому что оның алдын алу шаралары бар, и сіздің күнделікті өмір сүру деңгейіңізге ол әсер ететіндей немесе сізді шектейтіндей мәселе емес, а именно жыныстық қарым-қатынасқа байланысты келетін болсақ, мен енді тұрмыстағы әйелмін ғой, в принципе, маған ашық айта берсем ештеңе қалай деп гигиена мәселесі бойынша мен өзім рекомендовать етпеуші едім.
то есть ол әркімнің өзіне байланысты секілді. Негізі бізде қазір ғылымға байланысты бір нәрселер айтып жатады, неге байланысты, просто ол жерде дінде де айтылады ғой мәселе. Сіздің ауру неғылып алуыңызға, жұқтырып алуыңызға немесе қосалқы бір бактериялардың түсіп кетуіне өте ыңғайлы орта болып есептелгеннен кейін не рекомендуется? Ол же, бірақ мынандай жағдай бар. Егер де сенің партнерың, постоянный партнерың болатын болса, тексерілген, во-первых, және де егер де предохранение, яғни презервативті, контрацептивді қолданатын болсаң, онда ол нәрселерден құтылуға, то есть алдын алуға болады. Шынымен де андай бар, ол кішкене чуть выше вероятность что-то зацепить, какие-то инфекции, чем басқа кезде, но соның өзінде де разница андай үлкен емес, да, разрыв, во-первых. Во-вторых, оны оңай шешуге болады. Сол контрацептиві арқылы, және де егер де партнер постоянно помогает от боли. Және де үшіншіден андай айтады. Сосын еще говорят, что как раз таки сенде андай ауырып тұрасың ғой, сол кезде это помогает дейтіндер де болады от боли. Ну, то есть, егер де хочется, то можно, короче. Хотите, делайте. Но просто, андай, можно в душе, чтобы не мыть, да, вокруг. Простыню, например. Да, чтобы вокруг не мыть деген сияқты. Ну, то есть, егер де нормально болатын болса, ну, то есть, ешқандай ограничений, запретов и противопоказаний нет, то есть можно. Если хотите во время месячных заниматься сексом, жыныстық қатынасқа түсе беріңіздер, но басқа жыныстық қатынастар сияқты защищенный болу керек. И остальное. Еще в плане... Бұл қыздардың позициясы, да, егер... Девочки, это неприятно. Там ноль романтики. Это даже... Но нет, я, короче, смотрела как раз... Я, короче, недавно... Статистиканы көрдім, сосын кеше досыммен сөйлестім, и ұлдарға на самом деле это нормально. Ну, то есть бәріне емес, бірақ статистика бойынша көптеген ұлдар қарсы емес. Оларда, то есть олар ананы басқа жай кездегі секстан қарағанда оларға осы кездегі секс керек деп айтпайды, бірақ и не отказываются. Ну, то есть это нормально, обыденно. Это больше қыздардың өздеріне неловко, чем ұлдарға. Жігіттер, сіздер де комментарийға жазып кетіңіздер. Мен андай комментарийді напоминать ететін отырған болайыншы. Жазып кетіңіздер, вам нормально, нет, типа, было, нет. Кеше досым айтады, ну, в принципе, нормально. Кеше как раз досыммен сөйлескенбіз сол туралы. И ол айтады, мне было норм, но девочка очень стеснялась, дейді. Но девочка сама и захотела, дейді. Негізі дін мәселесінде оған толық не қояды, запрет қояды. Болмайды деп айтады, себебі бұл жерде әйел адам шығып жатқан, біз жаңағы айтатымыз ғой, шлак деген секілді, ол жақсы нәрсе емес шығып жатқан нәрсе. Ол жаңағыдай шығатын зат шлак дегеннен ба, жоқ, айдананың бағанғы интерпретациясы әйел харам, ол кезде оған жақындамау керек. Жоқ, әйел харам басқа емес, сол сіз жақсы көрген әйел, сол просто тазарып жатыр ол әйел деп айтуға болады. Именно білмеймін, мистический ешқандай әңгіме берудің қажеті жоқ ол жерде, или мән берудің қажеті жоқ. Просто әйел адам тазарып жатқаннан кейін және де ауру жұқтыру немесе басқа мәселелер. Просто егер де сен күнделікті спортпен айналысатын адам болатын болсаң, және де өте ауыр нагрузка түсірмейтін болсаң, онда ол даже рекомендуется, ол тіпті больді азайтуға көмектесуі мүмкін екен. То есть спортқа ешқандай запрет жоқ, андай біз кезінде дене шынықтырудан сол менде месячный деп қашу деген сияқты болды ғой. То есть андай егер де үлкен нагрузка үлкен емес болса, онда можно. То есть егер де сенде, конечно, менде мысалы дискомфортно ауыратын болғаннан кейін мен спортқа ешқандай желание болмайды, но спортқа желание болып тұрып просто месячный екен деп одан бас тартудың қажеті жоқ, это можно. И как раз таки менде вообще месячный деп айта беруге осознание осыған байланысты пайда болған, өйткені менде сол ауырған кезде мектепте ұялатынмын ағайға айтуға, как раз таки дене шынықтырудан ағай береді, и қыздардың бәрі блин қалай айтамыз, месячный ауырып тұр, жүгіре алмаймын, бізді обязательно 3 километр жүгірткізеді, 3 километр жүгірткізеді, одан кейін волейбол ойнатады, ауырып тұрғанда оны не хочется делать, и ағайдан ұяласың.
күнде айтуға. И бір күні ойладым, мен неге ұялай беремін, я не хочу, ауырғым келмейді дедім да, ағай у меня месячные деп. Сол кездерден бастап примерно менде қалыптаса бастады тоже. Я барьерлардан өту как раз таки сол дене шынықтыру ағайына айту арқылы. Ну, то есть, типа, ағай менде месячный келе жатыр, я не могу бегать деген сияқты солай. Мысалы, неге байланысты? Физические нагрузки. Негізі менің ұстанымым бойынша секс, то есть получается, енді мен өзім более дінге жақын адам болғаннан кейін айта аламын, жоқ, ол кезеңдерде лучше не стоит деген секілді. Ну, для своего здоровья. Если керек емес болса, артық мәселелер. Лучше керек емес, лучше воздержаться, да. Екінші мәселе спорттарға байланысты, мен етекерге байланысты, мен мынандай позициядамын. Ол сен ештеңеден ограничивать етпеу керек, күнделікті өмірге байланысты, это нормальный процесс. Да, егер ол сенің пландарыңды өзгертпеу керек, иә? Сенің пландарыңды, сенің жоспарларыңды өзгертпеу керек. И тағы бір мәселесі бар, егер ауыратын болса, ауырған үшін сен ештеңе істемей қалу деген сөз емес. Ауырған үшін наоборот сен емханаға қарай жүгіру керексің, басқа мәселелерге байланысты жүгіру керексің, витаминнің артынан жүгір, дәрінің артынан жүгір деген секілді. Осы мәселелерді дәрі енді обезболивающий емес, конечно, воспаление снимать ететін басқа процедураларға бару керек шығарсың саған деген секілді. Мен осындай позицияны ұстанамын менструальный. Классно, рахмет, қыздар. Сіздерде тағы да сұрақтар қалса, месячныйға етекерге байланысты жазыңыздар. Біз тағы да гинекологпен эфир жасауға тырысамыз, тағы бұдан да жақсы рақ ашуға тырысамыз. Тақырыптар бар, месячный кезінде больничный. Кстати, бұл программа тек қана месячный туралы емес, дальше и басқа тақырыптар болады. Біз әлі де өте үлкен қоғамда қыздар арасында условно ұят деп саналатын, вообще қоғамда ұят деп табуированный тақырыптарға әңгіме айтуға тырысатын боламыз. Сондықтан өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, көріңіздер. Ұнады ма? Сразу айтшы, ұнады ма? И камера должна вот так. Сіздермен болған Айдана, Аида және Жұлдыз бізде әлі де қонақтар болады, және көптеген тақырыптар болады. Және мүмкін тақырыптарды өздеріңізде осыған байланысты сөйлесіп көріңіздер деп айтсаңыздар, біз қуанышты боламыз. Рахмет. Өзімізге ма? Қыздар, рахмет. Келесі ана тақырыпқа қозғауға болатын сияқты, жақсы әйел мен жақсы қыздың образын ше, бізде қалыптың образын ше. Сабыр сақта, чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын Көзді ашып жұмдым, келіп қалды сәуір Жағдай жаман емес